Al, үйге тапсырма. Біз биологиядан құрылымдық деңгейлері. Жақсы. Қанша деңгей өттік? 4 деңгей өттік. Білеміз. Кім айтып береді? Бірінші деңгей. Тізбектесі. Халықтардың тізбектесі. Айыршықтардың халықтардың. Жақсы. Полипептегі тізбектегі әртүрлі айыршықтардың халықтардың кезектесі тіркелуі ол бірінші рецепт құрылымы деп аталады. Жақсы. Глобулал ма? Глобулал. Өте жақсы. Глобулал. Глобула. Олардың ішінде басқа байланыстарға пептидтер, сутектік байланыс сияқты емес. Олар өзара ракетес су бірліктерімен кеңістікке орналасады. Дисульфидті, иондық дисульфидті, сутекті байланыстармен әртүрлі байланыстармен байланысады. Үшінші байланыс. ол барлық байланысты Сабағымызда денатурациясы және ренатурациясы. Тақып солай. Асымызда кітаптарымызды. Енді не айта аламыз? Наркоз органикалық зат. Жақсы. Тағы да тұрмаса. Тіршіліктің негізі. Тіршіліктің негізі. Тағы да. Маңызды органикалық қосылыстар. Органикалық қосылыстарымыздар өзіміздің тұрмысымызда кездесе ме? Иә. Кездеседі. Қайда? Жұмыртқада. Етте. Біз жұмыртқаны дегенді алып көрейік. Жұмыртқамыз, иә? Жұмыртқа. Мысалы, қараңыздар. Жұмыртқаға қарайтын болсаңыздар, мына жақта, иә? Слайдта. Біріншісінде бұл жерде жұмыртқаның қандай түрі көрініп тұр сіздерге? Суға? Сұйық формадан қатты формаға ауысып тұр бұл жерде. Дұрыс. Дұрыс айтасыз. Бұл жерде біз өзіміз ойлаймыз, сұйық форма шикі жұмыртқа. Ол нәру. Қазір болатын сол піскен жұмыртқа. Діркілдек қоймады зат. Діркілдеге жақсы құрылымы мен конфигурациясы бұзылған. Түсінікті ме? Сонда бұл процесті денатурация дейміз. Ал келесіде көрейік мысалы үшін. Ренатурация дегеніміз не? Ренатурация. Бұзылмайды. Бастап қалды Қалда келеді. орындайды. Жұмыртқаның өзі. Қайтадан келеді, кейде келмейді дейді. Көбінесе мысалы үшін өзіміз жұмыртқаны суға пісіріп алсақ, қайтадан қалпына келтіре аламыз ба мысалы? Жоқ, оны келтіре алмаймыз. Оны тек қана ағылшын ғалымдары месетлердің көмегімен центрифуга дейді, қатты айландырып қайтып келтірген екен. Ол басқа ешбір ренатурацияға қайтып түспейді екен. Бірақ біз оны нәрозды пайдаланамыз. Әртүрлі маңызына. Биологиялық нысандарда, дәрі-дәрмектерде пайдаланған кезде ол ренатурацияға қайтадан кіруі мүмкін деп жазылған екен, иә? Жарайсыздар. Зертханалық жұмыс дәптерлерімізге жазамыз. Зертхананың бірінші зертхана. Зертханалық жұмыс дәптерлерімізге тақырыбымен нөмірін жазыңыздар. Тез қозғаламыз. Бізге уақыт жетіспейді. Мына жерден бір пішінді аламыз. Сол бойынша екі топқа бөлінесіздер. Екі топқа 4 көптен бөлінесіздер. Кеткен болғандарын келіп, сіз алыңыздар да, анализдар қалаттар, лабораторияға керекті заттарды киіңіздер. Ана жаққа барыңыздар, лабораторияға стөлдің үстіне барыңыздар. Сосын жазамыз. Ондай кетесіздер.
Siz халаттарды алып киіңіздер, пиджакты киіңдер deyip var. Mına toqtalar deyip var. Qaysını taşısınlar? Sen qanday aldın? Kuşlar burada olamızsa, kuşlar burada olamız. Көздерін болып. Меруертін да кел. Өзіңіздің құлықтарыңызға тез. Жақсы. Қараймыз. Алдарыңызда бір кітап алыңдар. Сіздер де бір кітапты жандарыңызға қоясыздар. Біз қонақ жұмыс бастаймыз. Бірінші, алдарыңызда паспо аппарат тұр ба? Иә, соткаларың бар ма? Бір бала сотка спарфиум бар ғой сіздерде, иә? Көшіріңіздер. Спарфиуммен спарфиумлеріңізді шығарыңдар. Бірінші паста аппаратымен жұмыс жасаймыз бәріміз. Алдарыңызда жұмыртқа дайын тұр. Нәруз тұр ғой, е балалар? Енді қарайсыздар. Мына нәрузға бір деген паста аппаратын саңыздар. Пастаны өздеріңіздің соткаларыңызға қостыңыздар ма? Білуіңізбен қостыңдар. Қостыңдар? Қостың. Енді пастаны бір дегенде жұмыртқаға сал. Мына паста стартты бастаймыз. Ана температурасын көреміз. Қане? Қане? Не болды? Төмендеп жатыр. Өте жақсы. Бөлме температурасында төмендеген көрсетіліп тұр. Яғни кішкене отыруларыңызға болады. Орындық бар ғой астарыңызда? Иә? Біреулеріңіз бар. Бәрі тұрып тұрмай отыра беріңіздер. Отырып көруге болады. Иә? Міне, орындықта жұмыртқамыздың температурасы, бөлме температурасында төмен екені көрініп тұр, иә? Мынасы көрініп тұр. Жақсы. Одан кейін. Сіздерді бар ма? Қайда екінші? Температурасында мынандай болып тұр. Түсінікті ме? Екінші қазір біз жылытамыз. Жылы температураның әсерін көргелі тұрмыз ғой паста аппаратымен, иә? Сондықтан ақырын жылытамыз. Және жұмыртқаларыңызды алыңыз. Қайсысы? Меруерт ұстап тұрамыз. Паста аппаратын. Біреуіңден. Әкел маған. Жақсы. Бір жерге ұстамаймыз, Жақсы. Енді жаңағы неменеге қара. Қазір бөлме температурасында көрдіңіздер, енді қазір паскада қалай болатынын көреміз. Енді бір нүктеде қыздыруыңызға болады. Қолыңызды дұрыстап ұстаңыз, андақсып шалып ұстама. Паскаға қарап тұр. Стартқа қойдың ба? Иә. Стартқа Көтеріліп жатыр. Көтеріліп жатыр. Дұрыс. Енді оны неге қарастырына не болсын? Жоғары қарай көтеріліп жатыр. 41 градусқа дейін барды. Ортасын басқармысың? Табақта деген басын. Не, 44 дейін көтерілді. 45 градусқа көтерілді. Не? Өте жақсы. Өте жақсы. Не қараңыздар? Қазір
жаңа аппаратты көрген кезде бастаумен 40% көтерілген көрініп тұр, иә? Жақсы. Мына өздеріңіз істеп ары қарай жүре беріңіздер. Басылды ма? Біреулеріңіз телефонмен қосыңыздар, дауыс қосылмай тұр, неге? Бір бала телефон қосып болды. Ал жақсы өшіре береміз. Жарайсың. Болды. Екінші зертханалық жұмысқа көше береміз. Қарап тұрмаймыз. Екіншісі бұл бізде 1,5 литр жұмыртқа несіне Не боямыз? біз етил спиртін құямыз. Оны қой енді, келескі жұмысқа көшіңдер. Мына көріңдер ғой. Bir litre жұмыртқаға әділіне 1,5-2 литр 96%. Міне алдарыңызда тұр. Ашып алып. Жұмыртқаға қосыңыздар. Қане, бұдай отырамыз. Мына жақта мұғалімдердің бәрі көріп отырсыздар. Болды. Иә, мына жаққа бәрі спирт. Көріңіздер, иә? Қандай нәрсе болды? Қандай тәжірибе шықты? Мынау етил спирт не жұмыртқаның қосқандағы кезең өте жақсы. Мынау денатурация дегеніміз осы спиртке жұмыртқаны қосқанда мынандай өңге боялды. Мынау қазір ұйылды. Үстінде спирт денатурацияға кірді. Жақсы. Келесі. Екіншісі бізде Ал істей ғой. 2 сынапқа 1 литр жұмыртқа әділіне 80% оның өзіне сіркеш қышқылы бір тамшысын құйымыз керек. Жақсы. Ана жақта қышқылдан құя береміз. Қандай қышқыл болса да болады. Отырады. Отырып шешсеңіздер өздеріңіз біріңіз көрініп тұрады. Қандай қышқыл болса да болады. Сіздерге бөлім қышқыл ғой. Жоқ. Ана қышқыл болып тұр ғой. Алдым. бұған біз 1,5-2 миллион. Көзіне қара. Мәң шістен істе. Олды. Сосын? Қышқыл құйғанда қандай әсер болды? Қандай әсер? Шайқаймыз қазір. Кішкене шайқаймыз ақырын-ақырын. Чайқа. Қазір болған жоқ сіздерге? Не? Қышқыл қосты ма? Иә. Одан кейін? Қыздыру керек болған. Жақсы. Жақсы. Бұл жерде нәрөзінің тұнбасы. Тұнбасы түзілді. Одан кейін? Не істеді ары қарай? Келісі, тәжірибе. Оған не қосты еді тағы да? Мұнда қышқылдың әсерінен, яғни денатурацияға кіру процестері, тағы да ақ түсті тұнбаның түзілгенін байқадыңыздар. Бірінші қышқылдың, екінші қышқылдың әсері болды. Одан кейін Біз бұған енді мыс сульфатына 10%-тік сілтін. Қанша тамшы болсаңыз, мыс сульфатына? Сілті ерітіңіз 10%-тік 10 тамшы. Бұнда сірті ертінісіне нәруыздың әсерін көреміз. Одан кейін Біз сірті ертінісіне не қосамыз тағы да? мыс сульфатын қосамыз. Анан жап, өзіне жап. Мыс сульфатын беріңдер, сосын ұстап тұрамыз. Мыс сульфатына. Бұған біз мыс сульфатын қосамыз. Бұған Қатты шайқай. 2 тамшы қосамыз. Оны міне бізде шықты. Өте жақсы. Мына жақтан қандай өң шықты? Күлгін, қызыл күлгін фиолетовый түс шығады, иә? Өте жақсы. Ал сіздерде де сондай болуға тиіс. Жақсы араластырыңыздар. О, жақсы. 5 тамшы жұмыртқаны Өте жақсы мына жақта.
Енді сынауға 5 тамшы жұмыртқа және оның нәруыздың ерітіндісін, сосын 5 тамшы 30% сіртті құямыз. Сіртті ерітіндісін. Сосын қорғасын қажет. Түсініп ма? Ауыр металдардың әсері. Сіздерде не болып тұр? Не бұйдыңдар мұнаған? Біз нағыз Қорғасына цитатын бұйдыңыздар. Содан қайтесіздер? Жақсыру керек, кішкене қыздырамыз. Сонда не түрледі? Қандай тұнба? қара тұнба түзу керек. Иә. Араластырып береміз. Ерітіндісін құямыз. Сосын қорғасын асетатын. Жақсы, екеуінде де солай. Сол тәжірибеге келдіңіздер. Бұдан біз 5 тамшы 1, 2, 3, бір нүктеден емес. 5. Майландырып, кішкене. Жақсы, ақ тұнбаның түзілгені байқалды. Екеуіңізде де қара тұнба түзілу керек қазір. Жақсы, келесілерін, кездесті бала келесі себер болады. Жоқ, неге жоқ, оны біз істемейміз, айтқанымыздан қидақ бұртты. Жоқ, бізде тек қана жаңағы сақиналы үстіне қышқыл қиғанда сақинаның түзілуін ғана істейсіздер. Болды, біріншіде таптас қара тұнба түзілді. Мына тоқтарда жетеді, сіздердің бір нүктеде не көрсін. Қостыңдар ма? Қорғасында аз қостыңдар ма? Бір нүктеден ғана түзілу керек. Жақсы, болды. Бізде соңғы тәжірибелерің бар ма? Ақуызымыз бар е? Бағандағы міне неміз қарайды ғой е? Болды. Болды, жарай. Барлығынан жасап қойыпсыздар. Жетеді енді. Сіздерде бір ғана қалды ма? Жасаңыздар. Бірінші сіздердікі болды. Сіздердің тәжірибелеріңіз болды. Бара береміз орныңызға. Сіздер тек қана қышқыл құйыңыздар. Азат қышқылын құйып көруге болады. Немесе басқа қышқыл ашылатын. жарайды. Біреу тез ашылатын қышқыл, иә. Сол қышқылды құя бер. Тек андағының бетінде сақина түзілуі қажет бізге. Араластырма. Араластырмаймыз, иә? Жақсы болды. Шешіп орындарға отыра бересіз. Өзі қазір Жақсы, өте жақсы бірінші топқа. Өте жақсы жасады. Қасқада да жақсы жұмыс жасады олар. Наруыз. Иә, сақинаның түзілуі болу керек. Қатты тамшылатып қана құю керек еді. Сіздер қатты құйдыңыздар онда. Иә? Жарайды. Болады. Нәруыздың денатурациясы түзілді, жетеді. Енді орындарыңызға барамыз. Аспақтарымызды жинаймыз. Жақсы балалар. Ондай болса жұмыртқаның құрамындағы нәруыздар қандай заттармен әрекеттесті? Кім айтады? Бірінші сүйтілермен әрекеттесті. Одан кейін қорғасын аттестаты дегеніміз ауыр металдармен әрекет жасауы. Екінші, дұрыс, қышқылдармен әрекет жасады. Иә? Ауыр. Нәруыздың басқа қандай заттармен әрекет жасады? Температураның әсерін көрдіңіздер, иә? Бірінші топ жақсы көрді, екінші топқа шыққан сіздерден, екінші топқа. Аспының шықпай қалды, иә? Жақсы, бірінші топтағы балалар өте жақсы жасады. Градус бірінші бөлме температурасында төмен, одан кейін жоғары 45 градусқа көтерілген график көрдіңіздер, иә? Өте жақсы. Өте жақсы жасалды. Енді олар қазірдің сүті, екіншісі үйдің сиырдың сүті, табиғи сүті. Осында нәруыздар қаншалықты деңгейде бар. Ұстақшыда дегенді тексеріп көреміз. Түсінікті ме? Ол үшін мен азот қышқылын тәжірибеге аламын. Азот қышқылымен нәруыздың қандай әсерін көреміз. Нәруызды қышқылмен әрекеттестірсем,
қандай зат түзіледі? Деформация, денатурацияға қалай кіреді? Кім айтып береді маған? Кім не деп ойлап отыр? Біреуіміз қымбат түзеді дедік, тағы да. Тағы да. Кім не айтады? Басқа, мысалы, мен бірінші жаңағы нәруыздан түгірейді отыр. Нәруызың бар жоғын көру үшін бірінші түкендегі сүтті көрейді. Бұнда нәруыз бар болатын болса, біз азал қышқылын құйған кезде біреу айт тұнба түзіледі дедік дейді. Бір баланың тұнба түзілгені жоқ па көреміз. Сары түске боялады, бірақ тұнып қалмайды. Жұмыртқа сияқты ол тұнбайды екен. Екінші, өзіміздің күнделікті сүтті көрейге. Табиғи өнім, біздің өзіміздің табиғи өніміміз. Қалай болды? Сарғайды, бірақ қалай болды? Тұнба түзіліп қалды оны. Сонда біздің дүкеніміздің сатылған өнімінде нәруыз жоқ. Мынау сол қалпында сұйық қалпында бұны. Мынау жұмыртқа, тауықтың жұмыртқасы сияқты болып, жаңағы үлбіреген тұнба түзіліп қалды. Іріді, оның құрамында нәруыз өте көп екен. Табиғи өнімімізде жақсы. Сүттің құрамында, айранымыздың құрамында, барлығында біздің нәруызымыз бар. Сізде жаңағы өтіп отырған сабағымыз нәруыз өте көп екен. Жақсы. Онда біздің бүгінгі сабағымыз нәруыз туралы жазылған. Сұрақтар бар. Зертханалық жұмыста сіздер не көрдіңіздер? Бірінші тапсырманы орындап жібере қойыңыздар. Анада нүктелер бар. Нүктелердің орнына сөз жазамыз. Не көрдік біз зертханада? Не түсіндіңіздер? Жазып жібереміз. Қандай нәруыздар бар? Қаларымыз болды. Берілген уақытта болды, жарайды. Қазір өзім тексерем, алға парақтарыңыз, Енді үшінші сұрақыңыздар. Үшінші тапсырмаңыздаршы. Нәруыз денатурациясы туралы кішкентай мағлұмат жазылған, хабарлама жазылған. Соны оқып жібере қояйық. Біз үйімізде айран итамыз, сүтпен тамақ істейміз. Қолданылады. Яғни технологияда нәруыздарды бөліп, тазарту және зерттеу үшін бақыланатын әртүрлі денатурацияларда, жалпы технологиямызда қолданады екенбіз. Күнделікті өмір тіршілігімізде нәруыздың денатурациясын қолданып жүрген пайдалы өнімдерде қолданады екенбіз. Жақсы, енді кітапқа назар аударайық. Кітаптағы білімімізді тексерген тақырып бар, және бір-екі сұрақтар бар. Соған назар аударыңыздар. Денатурацияға анықтама береміз. Ерасыздар. Денатурация дегеніміз ол орта жағдайдың әсерінен нәруыздардың табиғи құрылымының бұзылуы. Жақсы. Қандай орта жағдай болды? Қандай орта жағдай болды жаңа? Кім айтады? Азат. Қандай орта жағдай болды? Денатурацияға кірген көрдіңіз қой? Зертхана жасадыңыздар. Қандай жағдайлардан болып денатурацияға ұшырады? Сілтілі орта. Қышқылдардың. Тағы да? Ауыр металдармен әрекеттестірді. Өзі жақсы. Температура. Көрдіңіздер ғой графиктің қалай өзгергенін, Жақсы. Келесі сұрақ. Қандай да бір фактор әсер еткенде өзгеріске ұшырайды, оны рет-ретімен өздеріңіз айттыңыздар. Жақсы.
Енді біз зертханалық жұмыста серілерімізді ашамыз да, бүгінгі зертхананы ретімен жазамыз, тәжірибені. Қалай жасадыңыздар? Қорытынды шығарамыз. Қорытынды. Жұмыс барысы бірінші тәжірибе. Бірінші тәжірибе. Не жасады? Жұмыртқа жарылысында пасқа аппаратымыз алды. Сол кезде бөлме температурасының тұрған кезде ол төмен қарай түсті да, ал қыздырған кезде жоғарыға қарай көтерілді. Жақсы. Біріншіден пасқа аппаратымен температурасын өлшедік. Бірінші. Пасқа аппаратымен температурасын өлшедік. Екі. Температурасын өлшедіңіздер, е? Екі. Немен әрекеттестірдіңіздер? Қысылдармен әрекеттестірдік. Нәруызды қысылдармен әрекеттестірдік. Нәруызға етістірдік. Қысылдармен әрекеттестірдік. Бір жазып алыңыздар. Одан кейін сонда спирттермен әрекеттестірдіңіздер. Ауыр металдармен әрекеттестірдіңіздер. Ауыр металдармен әрекеттестірдіңіздер. Жарай, қорытынды өздерің не деп қорытынды шығарасыз? Нәруыздардың әртүрлі жағдайларын тексердік. Әртүрлі факторлардағы конфигурациясын өзгеруін тексердік. Әртүрлі жағдайларда, әртүрлі факторларда конфигурациясын өзгеруін тексердік. Жарайды, бүгінгі сабақта өте жақсы, бірінші топтағы Гүлнараның қолындағы балаларға өте жақсы қояйын. Себебі олардың зертханасы өте жылдам, тез уақытысында бітті. Аяғының бұрынбасындағы балалар кішкене жайырақ қалып қалдыңыздар, не олар? Мен айттым сіздерге, көшіп алыңыздар. Жарайсыздар, маған SMS арқылы рефлексия термойлық жасайсыздар. Түсінді ме? Бүгінгі сабақта түсінгендеріңізді не түсінбей қалдыңыздар, сіздерде қандай жағдай болды. SMS арқылы маған соттама жібересіздер. Білесіздер ғой, иә? Жақсы. Үйге тапсырма, қалған сұрақтарға жауап жазамыз. Сабақ бітті. Сол болыңыздар.